Саламатсыздар ма? Құрметті аналар, өзімді таныстырып өтейін. Есімім Әлімхан Әсел Ділмұхан қызы. Балалар медбикесі және де балалар массажистімін. Осы сала бойынша 7-8 жылдан бері айналысып келемін. Вебинар дүкенінің оқырмандарына жақсы бір жаңалықпен, керемет ақпаратпен бөлісейін деген едім. Көп аналардың сұрауы бойынша массаж қай айдан басталады деген сұраққа жауап, массажды 3 айдан бастаған жөн. Бала 3 айға толғаннан кейін тонусына қарап массаж жасалынады. Массаждың пайдасы. Массаждың пайдасы ол сіздің балаңыздың денсаулығына өте пайдасы зор, және де балаңыздың тонусына қарап массаж жасалынады. Гипертонус балдар болатын болған кезде денесін поглаживание жасау арқылы массаж жасаймыз, денесін босатамыз. Ол сіздің балаңыздың ерте дамуына, яғни уақытылы дамуына, аунап, еңбектеп, отырып, ерте жүруіне әсер береді, және де иммунитетті көтереді. Ең бастысы, массажды көп алған сайын сіздің балаңыздың иммунитеті көтеріліп, көп ауырмайтын болады. Массаж қай жағдайда жасауға болмайды? Массажды бала ауырған кезде, яғни мұрнынан су ағып, немесе температурасы шығып, бала мазасызданып, іші өтіп жатқан жағдайда массажды жасауға болмайды. Және де денесіне ветрянка шығып кеткен жағдайда ол баланы мазасыздандырады және температура береді. Өздеріңіз білетіндей, сол кезде массаж жасауға болмайды. Массажды үй жағдайында жасауға бола ма? Массажды үй жағдайында жасауға болады, әрине, және де мамандар жасаған жөн.